Бәріңізге сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Айка Сарымын. Бүгін біз супер лифтинг кремін жасаймыз. Бұл табиғи крем теріңізді жасартады, теріні ылғалдандырады және нәрлендіреді. Бет әлпетін және өңін тегістейді. Терінің қаттылығы мен балғындығы үшін коллаген мен эластин синтезін ынталандырады. Крем үшін бізге 1 шай қасық кокос майы қажет. Кокос майы бөлме температурасы болуы керек. Кокос майы әжімдер мен қыртыстарды тегістейді, эпидермистің серпімділігін арттырады, ылғалдандырады, бет терісін тегістейді және қартаю дақтарын кетіреді. Содан кейін 1 шай қасық табиғи апельсин шырынын қосыңыз. Апельсин шырыны сергітеді, бөртпелерді алдын алады, бет терісін тегістейді. Содан кейін 1 шай қасық мандарин шырынын қосыңыз. Мандарин теріге серпімділік пен балғындықты қайтарады, бет өңін біркелкі етеді. Композицияны жақсылап араластырамыз. Мандарин иісі бізге жаңа жыл сезімін сыйлайды. Бәріңізді келе жатқан жаңа жыл мейрамымен құттықтаймын. Соңында 1 шай қасық зәйтүн майын қосыңыз. Зәйтүн майы серпімділікті жақсартады және ерте әжімдердің алдын алады, ескі жасушаларды тазартады, күннен қорғайды, тітіркендіру мен күйіп қалудан сақтайды. Әжімге қарсы лифтинг крем дайын. Кремді таза бетке түнде ұйықтар алдында жағу керек. Кремді мойынға, декольтеге, қолға қолдануға болады. Таңертең кремді жылы сумен жуыңыз. Кремді ыңғайлы контейнерге босатыңыз және тоңазытқышта сақтаңыз. Крем бұзылады деп қорықпаңыз. Оны ұзақ уақыт сақтауға болады, яғни крем таусылғанша дейін. Крем біткен соң 1 ай демалып, курсты қайталаңыз. Басқалары да осы ғажайып кремді қолданып көру үшін бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Кешке жағып, таңертең 10 жасқа жас ояныңыз. Кремді қолданар алдында терісі өте сезімтал адамдар аллергиялық реакцияның бар жоғын тексеріп алыңыз. Ол үшін білегіңізге кішкене крем жағып 15 минут күтіңіз. Егер қышу мен қызару пайда болса, онда бұл крем сізге сәйкес келмейді. Бұл әжімдерді кетіретін шынымен тиімді крем. Өйткені бұл химикатсыз табиғи крем. Тек табиғи ингредиенттер. Өйткені біз одан да көп нәрсеге лайықпыз. Назарларыңызға рахмет, лайк басуды және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Тоңазытқышта крем таусылғанша сақтаңыз. Әрқашан сұлу болыңыз, мен бәріңізді жақсы көремін. Сау болыңыздар.